Қазіргі таңда Маңғыстаудағы ең атақты танымал туристік орындардың бірі ол Ыбықты-Сай шатқалы болып табылады. Мен арнайы турмен бардым, өте арзанға түседі. Біріншіден, екіншіден ішіне тамақтану кіреді, ал үшіншіден топпен болатын болғандықтан жаңа таныстықтар болады. Бұл өте пайдалы. Біздің көлік осылай шатқалдың жоғарғы жағынан тоқтады, төменгі жағынан да тоқтауға болады. Бірақ біз жоғарысынан тоқтап, төменге қарай түсеміз деп шештік. Жоғарыдан қараған кезде осылай көрінеді, және төменге түскеннен кейін Ыбықтының ішіне, шатқалдың өзіне кіру үшін осындай шөптердің арасымен және тастардың арасымен жүріп өтеміз. Ыбықтының ең атақты танымал жері міне дәл осы тұсы болып табылады. Бұл кіреберіс жақта, жақыннан қараған кезде осылай көрінеді. Ең бірінші барған адамға бұл үңгір сияқты көрінуі мүмкін. Тек қана төбесі, яғни жоғарғы жағы ашық демесеңіз, мына жолдың тарлығы және ұзындығы, тастардың жан-жақтан қоршап тұруы бәрі үңгірге келеді. Мен осылай жүріп бара жатқанымды, қайтып бара жатқанымды барлығын видеоға түсіріп алдым. Өте әдемі көрінеді. Күн ыстық болса да, бұл жерде күн іш жағы өте салқын болады. Себебі тастардың барлығы ыстықтан қорғап тұр. Сонымен қатар бұлар өте терең жерде орналасқандықтан, міне видеода көріп тұрғандай күннің сәулесі тіпті түспейді де. Тумен барған кезде жанымыздағы адамдармен танысып алдық. Міне мына дос боламыз осылай жоғарға мініп, Қазақстанның туын алып суретке түсейін деп жатыр. Бірақ бұл өте қауіпті, әсіресе қыздарға және де кішкентай балаларға өте қауіпті. Тек қана үлкен кісілер жоғарыға шығып түспесе, бұның жерлерде міндетті түрде сақтық шараларын сақтау керек. Ыбық шатқалы деген кезде ғаламторда ең көп таралып кеткен көріністердің бірі міне осы. Бұл менің фото-видео үшін қай локация әдемі болады деп эксперимент жасап жатқан кезім. Осылай зырғанап түсем ғой төменге. Ең соңында осылай өзіміздің алған әсерімізді және турдың көрсеткен қызметін жеткізу мақсатында пікір қалдырдық. Видео соңында сіздер осы жерде қандай видеоға түсе аласыздар, соған бір идея тастағым келіп тұр.